Ғайбат деген бір адамның артынан сөйлеу, өсек айту, анау сөйтіп қапты, анау мәшинесін ұрып алыпты, анау айырылысып кетті, анау үйленді, әлі бала көтере алмай жатыр екен әйел деген бәрі өсек, ғайбат оның бәрі. Ғалымдар айтады, мамандар, сендер біреудің басындағы сондай қиыншылық сәттерді әңгіме қылып айтпаңдар деген. Өйткені Құранда Алла тағала шамаларың келмейтін сынақты бермеймін ешкімге деген. Демек, кімнің басында қандай сынағы болса, ол адам білсін, Алла ол сынақты көтере алатын болғандықтан дәл соған ғана берген. Ол адам сабыр ету керек. Сол арқылы Алланың алдында ол дәрежесі өседі, күнәсі кешіріледі. Ол сынақ оған Аллаға жақындап жатқандықтан беріліп жатыр, немесе ол тура жолдан ауытқып жатқандықтан Алла ол пендесін сол сынақ беру арқылы тоқтатып тастап жатыр. Алла пендесін жаманшылыққа қимайды. Осы екі варианттың біреуі болады деген мамандар. Енді оны екінші адам көріп алып, соның басындағы сынақты мына жақта отырып алып әңгіме айтуға болмайды. Бірақ нәпсісі қалайды, өсек айтқан нәпсіге ұнайды. Тамаққа тойып алып, сосын отырып алып, не жаңалық дейді біреуі, екінші оны бастайды, үшінші қоштайды. Сонымен арасын қараса ғайбат өсекке айналып кетеді. Соны ғалымдар айтып жатыр, егер біреудің басындағы қиыншылық сәттерді адамдар әңгіме айтатын болса, сендер ондай байқаңдар, сол сәтті Алла тағала қаласа, сенің басыңа келіп береді дейді. Бірақ саған ол ауыр болады деген. Өйткені сенің көтере алатын сынағың ол тема емес, басқа темада еді. Бірақ сен оны айтып, сен тіліңнен тілеп алдың дейді ол нәрсені. Сол үшін біреудің басында қиыншылықты айтуға болмайды. Оны отырып алып, өсектеп, адамдар арасында әңгіме жаюға болмайды. Құранда осындай Құранда аят бар. Ғайбат деген нәрсені айтпаңдар, ол нәрсені таратпаңдар. Бәлкім ол адамның сыртынан дұға айтып қойға болады, Алла жеңілдік берсін, сабырлық берсін деп сыртынан дұға айтуға болады.